Достар, баршаңызға сәлем. Менің блогыма қош келдіңіздер. Жолдасым деген Алматыдан келіп, мен риза болып, мәз болып жүрмін. Бүгін сіздерге Стамбулдағы біздің бір күнді түсіргім келіп тұр. Бір күн, бәрі қойыңызшы. Ана жерде дочакай уже дайын тұр. Я сағат 4 болса да біз сол далаға шығып бара жатырмыз. Қазір бір күшті жерге барамыз, теңіздің жағасына. Жүрек білмейді қайда бара жатқанымызды. Сол мен сюрприз жасаймын деп қоям. Үй қопарылып жатыр, как всегда. Достар, тағы да айта кететін жайт, біз Стамбул қаласында Бағжылар деген районда тұрамыз. Бұл сіз білетін Стамбулдан кішкене басқашалау район. Бұл жақта көбіне түріктер тұрады. Және біз резиденцияда тұрамыз. Үнемі ресепшндағы Эсма деген қыз бізді шығарып салады. Және де резиденцияның бір артықшылығы, ол жақта бассейн, хамам, тренажерный зал, русская баня, йога зал сияқты артықшылықтар бар. Пәтер алсаңыздар, резиденциядан алыңыздар. Отбасымызбен Ешілкөй деген жерге келдік. Бұл жер өзінің табиғатымен, атмосферасымен өте ерекше, және де мысықтар өте көп, теңіздің жағасында иттер көптеп жүреді. Келген бойда дочакай ұйықтап қалды, ал біз жолдасым екеуміз ыстық шай мен шоколадымызды алып, әңгіме айтып, теңізге қарап, болашақты армандап, жоспарлар құрдық. Осылайша екінті намазының уақыты кірген екен. Мынадай теңіздің жағасында отырып, теңізге қарап отырып намаз оқыған ерекше сезім береді екен. Одан кейін жағажайдың бойында күннің батуын тамашалап, Аллах тағалаға сансыз шүкірлер айтып, осындай бір керемет күн сыйлағанына алғысымызды жаудырып, жағажайдың бойымен қыдырып, отбасымызбен керемет естен кетпестей күн өткіздік. Аллаға сансыз шүкір. Жағалаумен келе жатып торговый центрге жолықтық. Сөйтіп жолдасым екеуміз кешкі ас ішіп шығайық деп ішіне кіруді жөн көрдік. Қарасам дочакайым оянып кетіпті. Ояна сала бірден шапкасын шешіп тастап, айтыңыздаршы, қалай балаға шапка киюді үйретуге болады? Қазір қыс келе жатыр, білмеймін тіпті. Сөйтіп торговый центрдің ішінен ойнайтын жер іздедік, алайда кішкентайларға аттракцион аз екен. Сөйтіп жолдасым екеуміз от души карточканың қызығын көріп өзіміз ойнап алдық. Солай қарнымыз ашқаннан кейін Стамбулда түрік деп тавук дүниясы деген кафе бар. Өте арзан және тамақтары өте дәмді. Барып көріңіздер, сол жаққа барып тамақтанып, одан кейін шығарда мынандай шоколад сататын дүкенді көрдік. Ерекшелігі сізге қолғап береді, қолыңызға қорап береді, өзіңіз жүріп таңдап аласыз. Бұл процестің өзі де бір адамға релакс сыйлайды. Неге десеңіз, әр шоколадты қарайсыз, составын көресіз, ішінде не бар деген сияқты, оның барлығы қызық, балаларға ерекше қызық. Себебі бұл жақта мармеладтар да бар шоколадқа қоса. Шоколадтары өте дәмді. Ең соңында таңдағандарыңызды алып барасыз, соны өлшейді да сізге бағасын айтады. Негізінен біз аз алдық, бірақ бұның өзі біздің үшеумізге артығымен жетті ғой. Сол мен блогымды тамамдаймын. Мына жүрек сіздерге. Назар қойып қарағандарыңызға рахмет.